Квадрат теңдеулерді шешу. Бірінші сабақ. Бүгін нені білеміз? Бірінші, дискриминант ұғымын. Екінші, квадрат теңдеудің түбірлерін табу жолын. Квадрат теңдеудің жалпы түрін қарастырайық. ax квадрат қосу bx қосу c тең 0. Мұндағы бірінші немесе бас коэффициент a, екінші коэффициент b, бос мүше c болып табылады. Бұл теңдеуді шешу үшін алдымен дискриминантты табуымыз қажет. Дискриминант d әрпімен белгіленеді, және оның формуласы d тең b квадрат азайту 4 көбейту a көбейту c. Мұндағы b, a, c осы квадрат теңдеудің коэффициенттері болып табылады. Дискриминант табылғаннан кейін, дискриминанттың мәні 3 жағдайда 3 түрінде болуы мүмкін. Ол дискриминант артық 0, дискриминант 0-ге тең болуы мүмкін, және дискриминант теріс сан болуы мүмкін, кіші 0. Дискриминант 0-ден артық болған жағдайда, бұл квадрат теңдеудің екі түбірі бар. Және де оны келесі формулалар арқылы табамыз. x1 тең минус b қосу түбірінің астында дискриминанттың мәні бөлінген 2 көбейту a. Екінші түбірді табу үшін минус b азайту квадрат түбірінің астында дискриминант бөлінген 2a. Дискриминант 0-ге тең болған жағдайда, оның 1 немесе 1-дей 2 түбірі бар болады. Және ол келесі формула арқылы анықталады. Минус b бөлінген 2a. Дискриминанттың мәні теріс сан шықса, d кіші 0, онда бұл теңдеудің түбірі жоқ. Осы 3 жағдайға мысалдар келтірейік. Бірінші мысал 3x квадрат қосу 4x қосу 1 тең 0. Коэффициенттердің мәнін анықтайық алдымен. Бірінші немесе бас коэффициент a 3-ге тең, екінші коэффициент 4-ге тең, бос мүше c 1-ге тең. Дискриминанттың формуласы арқылы оның мәнін табайық. b квадрат азайту 4 көбейту a көбейту c. Мұндағы b 4, a мен c 3 және 1. Орнына қойып шығайық. Және есептейік. 4-дің квадраты 16, 4 көбейту 3 көбейту 1 12, 16 мен 12-ның айырымы 4-ге тең. Соңғы жауап, дискриминанттың мәні 0-ден артық. Сондықтан да бұл квадрат теңдеудің екі түбірі бар. Бірінші түбір минус b қосу квадрат түбірдің астында d бөлінген 2 көбейту a. Әріптердің орнына сандарды қояйық. Дискриминант 4-ге тең екенін ұмытпайық. Есептейміз. Бөлімінде 2 көбейту 3 6, 4-дің квадрат түбірі 2, және бөлшектің алымын есептесек, минус 4 қосу 2, минус 2-ге тең. Соңғы бөлшекті қысқартсақ, жауабы минус 3-тен 1. Екінші түбірі осыған ұқсас формула арқылы табылады, бірақ дискриминанттың алдында минус таңба. Орнына сандарды қоямыз. Есептейміз. Минус 4 минус 2 минус 6, оны 6-ға бөлсек, жауабы минус 1. Бұл квадрат теңдеудің екі түбірі бар. Минус 3-тен 1 және минус 1.
Келесі, x квадрат минус 2x қосу 1 тең 0 квадрат теңдеудің түбірін табайық. Бірінші коэффициент жазылмаған, бірақ әрқашанда 1 деген коэффициент бар екенін ұмытпаймыз. А тең 1, ол жазылмайды. Екінші коэффициент минус 2-ге тең, бос мүше 1-ге тең. Дискриминанттың формуласы арқылы дискриминантты есептейміз. Минус 2-ның квадраты 4, 4 азайту 4, 0-ге тең. Дискриминант 0-ге тең болса, квадрат теңдеудің 1 түбірі, немесе бір-біріне ұқсас 2 түбірі болады деп айтамыз. Ол мына формула арқылы табылады. Оның орнына сан мәндерді қойып шығайық. B-ның орнына минус 2-ні апарған кезде, ол қарама-қарсы сан барып түседі. Сонымен жауабы 1. 3x квадрат минус x қосу 1 тең 0. Коэффициенттері a тең 3, b тең минус 1, c тең 1. Дискриминант минус 1-дің квадраты минус 4 көбейту 3 көбейту 1. Минус 1-дің квадраты 1-ге тең, 4 көбейту 3 көбейту 1 12-ге тең, ал олардың айырымы минус 11-ге тең болады. Бұл сан 0-ден кіші. Сондықтан да дискриминант теріс сан болғандықтан бұл квадрат теңдеудің түбірі жоқ.